Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Болған оқиға. Кешіресіз, телефон ұстасы қай жерде отырады? Дүкенге кіріп келген бұл жас келіншек барлық сатушылардың назарын өзіне тартты. Ол жай ғана сымбатты емес, бәлкім өте сұлу болатын. Қыз-қырқынды сындырудан ұста болып кеткен Самат оның алдына лып ете шыға қойды. Келіңіз, жеңге, телефоныңызға не болды? Деп сұрады. Қыздарды өзіне баурап алатын жымиысын іске салып. Сіз телефон ұстасы боласыз ба? Жоқ, бірақ бір-екі кеңес айта аламын. Қане, бір көрейінші, деп қолын созды. Кешіресіз, маған ұста керек. Саматтың қолы ауа сермеп қалды да, ыңғайсыз жағдайдан шығу үшін сұқ саусағымен ұстахана жақты ишара қылды. Басқа сатушылар оның және бір олжаны қақпанға түсіре алмай қалғанын көріп, келеке ете бастады. Келіншек ұстаханада біраз кідіріп сәлден соң шығып, қайтып бара жатты. Оның алдынан тағы да Самат пайда болды. Екінші рет әрекет етіп, бір амалдап бұл сұлудың телефон нөмірін алып алмақ болды. Бірақ жігіттің негізгі мақсаты өзін мазақ еткендерге өзінің кім екенін көрсетіп қою еді. Бірақ бұл жолы да әрекеті зая кетті. Енді жасы үлкен сатушылар Саматты ашықтан ашық әжуалай бастады. Қап, сені ме, тұра тұр. Сенделердің көбін көргем, деп ұстаханаға жүгіріп кетті. Ұста Тимур әдеттегідей салқын қанды қалпымен телефон детальдарын қарап жөндеумен әуре еді. Самат бұл адамнан үміт жоқ екенін білсе де бағын сынап көрді. Тимур аға, жаңағы келіп кеткен қыздың телефонына не болған екен? Блокировкаға түсіп қалыпты. Ашып көрдіңіз бе? Жоқ. Әрімдағыдай суық жауап. Самат оны және әңгімеге тартпақ болғанда, Тимур оған қабағын түйіп қарады. Ол телефонды көргісі келгенін айтып еді, тіпті меселесін қайтарып жіберді. Саматтың салы суға кетіп, орнына қайтты. Тимур болса келіншектің айтқан сөздерін есіне алды. Телефон ішіндегілер аманат. Әрине, аманат. Мұны айтпаса да жақсы түсінеді. Бір рет болса да клиенттердің хақына, телефон ішіндегі детальдары немесе мәліметтеріне де қиянат қылмаған ұста үшін мұндай ескертулер сенімсіздік сияқты көрінетін. Қайсы бір аман ұсталардың кесірінен басқаларға да күдікпен қарау дұрыс емес еді, оның таным түсінігінде. Кешкі уақыт ата-анасы ұйқыға кеткен соң компьютерін қосып, келіншек тастап кеткен ұялы телефонды оған жалғады. Соңғы шыққан модель болса да, кодын бұзу қиын болмады. Телефонды өшіріп, бір шетке алып қоймақшы болғанда, көңіліне қандай да бір жағымсыздық сезілгендей болды. Келіншектің айтуы бойынша бұл аппарат жақында қаза тапқан күйеуіне тиісті екен. Тимур оның ішіндегі файлдарына бір рет көз жүгіртіп шығу лазымдығы жайлы ойлады. Бастаған соң, өкінішті деп күрсінді. Міне, оның ең жаман күдіктері рас болып шықты. Ұялы телефонның файлдарының ішінде арсыз видеолар мен суреттер салынған папкалардың бар екенін көрген Тимур ұста, телефон қайталанып берілгенде әйелі, барша отбасы мүшелері марқұмның бір қызығушылықтары туралы білуі өте жағымсыз болатынын ойлады. Файлдарды ашып көріп көрмесін-ақ өшіріп болар еді. Кішкене жыбықтаған суреттері мен папканың артынан мәлім еді олардың не туралы екендігі. Тимур видеоларды, суреттерді бірін қалдырмай өшіріп, файлдарды тазалап тастады. Әрдайым мұндай теріс істерден өзін тия білген Тимур бұл жолды нәпсіге бой алдырмады. Ол кәсібінің осындай нәзік тұсынан жиіркенер еді. Бірақ амал қанша, осы істің ұстасы болғанша 2-3 жыл уақыты кетті. Мұндай жағымсыз жайттарға шыдауға мәжбүр. Нәпсіні қоздыратын файлдар өшірілген соң, басқа папкаларды да тәртіпке келтіруге кірісті. Жанұялық суреттер. Бұлар марқұмның ата-анасы болса керек. Шаштарын ағаралаған, періштедей ана мен жүзінен нұр таралған әке. Ұлдары жұмысқа кетіп бара жатқанда, оларға қолдарын жайып дұға етіп, жұмыстан қайтқанда құшақ жайып қарсы алдарынан көз алдына елестетіп көрді. Жұбайын болса ұстаханада өз көзімен көрген болатын, оның суреттерін үлкейтіп қарамады. Бетайныс әйелдің суретіне назар салуды өзіне еп көрмеді. Ол әйел енді жесір болса да
Кейінгі суреттер марқұмның өміріндегі ең бақытты кезеңдердің естеліктері екен. Мынау кішкентай бала оның ұлы болса керек-ті. Анасы мен ата-әжесінің құшағында түрлі қылықтар жасап суретке түскен. Тимурдың жүзіне күлкі үйірілгендей болды. Мағынада осындай тәтті перзент нәсіп етсін, деді іштей. Бір суретте балақай бір еркекті құшақтап мәз-мейрам болып тұр. Міне ақыры таптым-ау телефонның иесін. Өлген жігіт осы болды ғой. Өзі келісті жігіт болған екен. Көптеген қыздардың армандағыдай нағыз ханзада, бірақ өмірі қысқа екен. Тимур отбасылық суреттердің соңында біраз түскен көз тігіп қарады. Жас отбасы. Олардың жүздеріндегі бақытты тек қана көзі соқырлар ғана көре алмас еді. Марқұмның өз әйелі және ұлымен түскен бұл суреті ұстаға қатты әсер етті. Бір қарасаң қарапайым ғана сурет, дегенмен бір жанұяның бақытын бейнелеп тұр. Ол ойланып қалды. Қайтыс болған жігіттің қараса көз тоймайтын сүйкімді де сұлу әйелі, тәп-тәтті ұлы бола тұра, неге әлгіндегідей арсыз суреттер мен видеоларға қызығушылығы болғаны жайында. Басқа суреттер де кезек-кезек өткізіп отырып, марқұмның өміріне кіріп бара жатқандай сезімде болды. Міне, ол достарымен бірге, кафеде, тойханада, кейінгілері қызметтестерімен, үлкен креслоның иесі екен, қарапайым мансапта істемеген сияқты. Одан кейінгі папка Тимурдың жиіркенішін тағы туғызды. Телефон иесі өзінің жұмыс бөлмесінде қысқа көйлек киген бір жас қыздың белінен құшақтап тұр. Ары қарай олардың қарым-қатынасын айқындайтын суреттер шыға келді. Қыз оның көңілдес екенін бірден байқалар еді суреттерінен. Тіпті қызбен сүйісіп тұрған сәттері де түсірілген екен. Тимурдың көз алдында ұстаханасына келген келіншек елестеді. Бұл әйел өзінің күйеуі туралы білер ме екен? Оның көздері мұңға толы. Сүйген адамынан, перзентінің әкесінен, ақнекелі күйеуінен айырылған әйелдің бейнесі көз алдынан кетпей қойды. Ол мына жайттарды көріп білсе, қандай жағдайға түсетінін ойлап көрді. Жарқын, тәтті естеліктердің үстін тек жек көру пердесін жауып тастауы мүмкін еді. Тимур телефонды бірақ барлық қажетсіз нәрселерден тазартуға бел байлады. Марқұм жігіт пен қызметтес қыздың байланысы бейнеленген барлық суреттер өшірілді. Хабарламалар арасында бірталай махаббатнама хаттары бар екен. Мазмұны әлгі қызға тиісті болған бірталай сезім хаттарын жойды. Олардың арасында әйелінен келген хаттарға да көз түсті. Жаным, қашан келесіз? Сізді сағындық. Жұмыстан шаршамадыңыз ба? Сізді сүйем. Марқұмның атына кір келтіру мүмкін болған барлық суреттер мен хабарламалар телефоннан мүлдем жойылды. Әуендер арасында Құран сүрелерінде бар екен. Тимур әлгіндегідей арсыз файлдар мен қасиетті Құран кәрім сүрелері жын-ойнақ әуендермен бірге қалайша бір жайда сақталуы мүмкін екенін түсіне алмады. Санасына сыйдыру мүмкін болмады. Тура бір үлкен сөреде Құран кәрім мен оның қасына ұятсыз кинолар қосылған дисктер қатар қойылғандай. Қайтыс болған жігіттің қандай күнәларға батқанын ойлап, оны ақыретте Алладан сұрады. Телефонның ішін тазалап болған соң, өзін үлкен іс тындырғандай сезінді және көңілі орнына түсті. Нақ бір үлкен шкафты тәртіпке келтіріп, керексіз қалдықтарды мусор жәшігіне тастағандай. Ұйқыға кетерінде бақытты отбасының суреті көз алдына келді және жесір әйелдің өткен күндердегі естеліктері нұсқансыз болуын қиялдады. Осылай ұйқыға кетті, яғни мәңгілікке ұйқыға. Адамдар арасында өзінің жақсы мінез-құлқымен танылған Тимурдың жаназасына көп адам жиналды. Тосыннан келген өлім. Дәрігерлер диагнозы солай болды. Жиылғандар оның ұйқыда жаны үзілгенін айтып жатты. Мәйіт жатқан бөлмеге кіріп шыққандар оның жүзінен нұр жауып тұрғандай көрінгенін әңгіме қылысты. 5 күннен соң жесір келіншек дүкенге кіріп келді. Сатушы Самат телефонды оған жеткізуге асықты. Тимурдың беймезгіл өлімі оған қатты әсер еткен болатын. Ұстаның анасынан аппаратты алып, оның ішін тексергенде бұл күйеуі бар әйел екенін түсініп, оны тұзаққа түсіру ниетінен қайтқан еді. Жеңге, деп бекер айтпаған екенмін басында. Міне аманатыңыз, марқұм Тимур аға түзетіп қойған екен. Ұста жас кетіпті, деді келіншек. Себебі не екен? Ешкім білмеді, ұйқыда жаны үзіліпті. Жайы жәннатта болсын. Қызмет ақысын үйдегілеріне беріп қойыңыз. Қияметте мойныма қарыз болып қалмасын. Самат ақшаны алып келіншекті үнсіз шығарып салды. Жесір келіншек сыртқа шыққан соң жақын маңдағы саябаққа қарай жол тартты.
бос орындық тауып марқұм күйеудің телефонын ашты. Әйелдің көздерінен жас селдей құйылар еді. Оның ащысын анша-мұнша адам көтере алмайтындай. Бұл тамшыларда арман, қасірет, ыза мен қайғы орналасқан. Отбасылық суреттерін кезек-кезек қарап, өзін жылаудан тия алар емес. Ішінен тасқын дария болып жас және қалқып шыға берді. Оған бәрінен қатты әсер еткені телефон дисплейіндегі сурет еді. Бұл суретті ілгері еш көрмеген екен. Өзі қиялданып тұрғанда білдірмей түсіріп алған секілді. Өте табиғи әрі әдемі шыққан бұл суреттің жоғарыға тұсында «Жалғыз сүйгенім» деген жазуы бар еді. Суретті шынында да марқұм күйеуі түсірген болатын, бірақ оған сиқырлы сөздер жазып дисплейге қойған адам өз өлімінен бірнеше сағат алдын бейтаныс біреудің нәпсін пәктеп кеткен Тимур Ұста еді. Назарларыңызға рахмет.